Добрый день. Добрый день. Да, сегодня у нас тема понятие о невербальном общении. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз өте қызықты тақырып, себебі бұл вербальды емес қарым-қатынас жөнінде әңгіме болады. Осыған байланысты бүгін қазір ең алдымен вербальды емес қарым-қатынас дегенге тоқталайықшы, Ақмарал Амангелдиевна. Жарайды. Так, что это такое? Невербальный язык – это язык тела в широком смысле. Передача информации через жесты, запахи, вкус, голос, зрительные сигналы. Невербальные средства коммуникации способствуют созданию психологического контакта между партнерами, обогащают значения, передаваемые словами, отражают истолкование ситуации. Факторами, влияющими на невербальную сторону общения, выступают национальные особенности, состояние здоровья, профессиональный этикет, социальный статус, принадлежность к определенным возрастным группам. Бұл жерде ең қызығы әр елдің өзінің, әр ұлттың қарым-қатынас мәселесіне вербальды емес құрал өте маңызды. Өйткені бір құрал кейбір жағдайларда жағымсыз болып көрінеді. Өйткені ол сол елдің өзінің соған арнайы қасиеті, қалыптасқан таптауырны, жансақ нанымдарына да байланысты. Невербальное общение. Ең алдымен бұл жерде Ақмарал Амангелдиевна айтып кететін болсақ, адамдарға әсер ететін, әрекеттейтін немесе бір арнайы инструменттер бар. Соған тоқталсақ. Нет, есть правильно. Бірінші взгляд. Кешірім сұрайын. Тұлғааралық қатынастардың арасындағы кеңістік. Межличное пространство. Енді сонымен қатар тағы бұл оптикалық, кинестетикалық сигналдар бар. Ол көп жағдайда көптеген адамдар біледі. Ол өзіңіз айта кетсеңіз, мимика. Мимика, внешний вид собеседника, пантомимика. Сонымен қатар сөйлеу төңірегіндегі факторлар да бар. Ол неден сіздер тоқталып кетсеңіз. Голосовой диапазон, вокальные качества, тембр голоса. Сөйлеуден тыс тағы да инструмент бар. Ол сіздің ойыңызша? Да, это смех, речевой темп, паузы. Дұрыс айтасыз. Тағы да біздің бүгінгі тоқталатын вербальды емес қарым-қатынастар жөніндегі әңгіменің төңірегі ол қайдан шықты? Соған тоқталсақ. Оның негізгі қалыптасуы және пайда болу көрінісі қайда байқауға болады? Соған тоқталсақ, қысқа болса да. Да, невербальный язык имеет два вида источника происхождения – биологическая эволюция и культура. Биологи установили, что мимика при проявлении эмоций, большинство жестов, телодвижений у людей врожденные и служат сигналом для обратной связи. Биологическую природу невербальной коммуникации подтверждают элементы, неконтролируемые подсознанием. Дұрыс айтасыз, бұл жерде санадан тыс, санасындағы құбылыстарға да байланысты. Ол біз білмей қаламыз, қалай қызарғанымызды, бозарғанымызды, сонымен қатар көздің қарашығының ұлғаюы, еріннің қисаюы бір жігітке не болмаса, бұл жігіттерінде қозғалыс болады. Орысша айтқан кезінде моргание дейсіздер, солай? Средства общения на основе намеренной и ненамеренной коммуникации выделяют три невербальных средства общения. Біріншісі ол әрине мінез-құлық факторлары. Вызвано физиологической реакцией, потоотделение от волнения, дрожь в случае холода или страха. Сонымен қатар арнайы емес құралдар бар. Связанные с привычками людей, сюда относят почесывание виска, болтание ногами, прикусывание губы. Әрі коммуникациялық сигналдарға тоқталсақ. Передает краткие сведения об объекте, событии или состоянии. Существуют также универсальные, известные всем сигналы, характерные для конкретной культуры. Ярким примером выступает стиль поведения, форма одежды, условные знаки приветствия и прощания. Әрине, әр түстің өзінде бұл жерде өз қызметін атқаратын сөзсіз.
біз мінез құлыққа байланысты әр ұлттың өзінің киімінде де қарым-қатынас кезіндегі қоштасу, амандасу кезінде де өздерінің арнайы рәсімдері бар. Ол рәсімдер бір ұлттың екіншісіне ұнамауы да мүмкін, не болмаса ұнауы да мүмкін. Ұқсас болуы да мүмкін, ұқсас болмауы да мүмкін. Тағы да біз тоқталатын әңгімеміз әрине жестер мәселесі. К невербальным жестам относят выраженное движение головой, руками, пальцами, сопровождающие высказывания, размышления. При необходимости обратить внимание на предметы людям понадобится помощь указательной жестикуляции. Подчеркивающие жесты подкрепляют высказывания. Демонстративные движения кистью поясняют положение дел. Касание партнера способствует установлению социального контакта или получению знака внимания, ослаблению значимости информации. Производится жестикуляция в произвольной и непроизвольной формах. Бұл жерде айта кететін болсақ, ерікті еріксіз тұрғысы формасы бұл неге байланысты десек, санасындағы құбылысқа байланысты. Күтпеген жерде біз қызарып кетеміз, көзіміздің қарасы кеңейеді. Бұл негізінде әрине ерікті емес түрі. Ерікті түрі адам өзі қарым-қатынас кезінде өз көзінде ашып былай қарауы мүмкін, арнайы өзін бақылай отырып, зейінін қоя отырып, соған жестикуляциясын өзі реттеп отыруы да ықтимал. Тағы да басқа соңғы кезеңде вербальды емес қарым-қатынаста позаларды айтып кету өте маңызды. Әр елдің өзінің арнайы қалыптасқан позалары да бар, соған тоқталсақ. Так, позы должны следовать нормам этикета. Открытые позы сидящей девушки в Европе и Америке имеют нейтральное значение. В Японии считаются аморальными. Положение взрослых людей, сидя на корточках, в большинстве стран имеет неприличное определение. В Южной Америке и Африке многие народы отдыхают в подобной форме. Использование стула оценивается как агрессия. Әрине, адамның ашу ызасы негізінде отырысына байланысты болады көп жағдайда, да? Ашуланып отырған адамның отырысы өзгереді. Біздің қазақ елінде, қазақ өзіміздің мемлекетімізде былай жалпы ұлттық тұрғыда айтатын болса, аяқтың үстіне екінші аяқты қою бізге әдептікке жатпайды. Ол негізінде жағымсыз позаның бірі деп есептеуге болады. Не жақтырмаудың мүмкіндігі байқалынады, не болмаса қаламай өзіне еркін басқалардан жоғары санауына да тудыратын қасиетті анықтайды. Ата әжелеріміз айтады, мен аяғымды жинап отыр. Енді мимикаға тоқталсақ, мимика бұл өте қиын бір дүниенің бірі, вербальды емес қарым-қатынаста. Бұның өзінің белгілі бір жағдайларға байланысты адамның санасындағы құбылыстарға тән ерекшеліктерді анықтауға мүмкіндік береді. Да, возможны разные формы мимических комплексов, а мимия заключается в отсутствии видимых мимических изменений. О напряжении могут говорить плотное закрытие рта, окаменелое состояние верхней части лица. Интерес легко распознать по легкому приподниманию или опусканию бровей, небольшому расширению и сужению век. Поле зрения увеличивается, фокусировка глаз обостряется. Улыбка может относиться к умиротворению или отвлечению от агрессивного поведения, используется при приветствии. Көптеген жағдайларды біз «Обмани меня» деген фильм бар, американдық. Сол фильмде көп жағдайды байқауға болады. Жалпы мимиканың өзін тану адамның агрессивті күйдегі, не болмаса эмоциялық қандай күй болсын, сол кезеңдегі әрекетін анықтауға мүмкіндік береді. Мимиканың өзіне неше түрлі зерттеулер де жүргізген. Енді оған тоқталатын болсақ, әрине уақыт көп кетіп қалады. Қысқартып нақтылап айтатын болсақ, келесі біздің айтатынымыз дистанция мәселесі. Дистанция негізінде ол адамның өзі бекер қалыптастырмайды, оның бір белгілі бір дәстүрге байланысты қалыптасуы мүмкін, қарым-қатынастың әрекетіндегі жағдайға байланысты болуы мүмкін. Әрине ұлттық ерекшелікте бұл жерде өзінің қызметін атқаратыны сөзсіз. Да. Нормы приближения двух людей определены в науке 4 промежутками. Первое – интимная или интимная зона называют. Отрезок длиной от 0 до 45 сантиметров считается оптимальным для общения близких людей. Персональный промежуток 45-120 сантиметров.
выдерживается при общении со знакомыми людьми. Социальный, расстояние 120, примерно 400 сантиметров, рекомендовано при официальных переговорах, беседе с чужими людьми. И публичный или публичная зона выступления на дистанции 400-750 сантиметров не считается грубостью обменяться парой фраз. Данный промежуток соблюдается при выступлениях перед аудиторией. Ең алғашқы аталған инжимдік деген тұрғы негізінде бұл адамдардың жақын қарым-қатынастағы бейімді білдіреді. Бұл негізінде арнайы байланысты талап етпейді. Бұл тек қана адамдардың қарым-қатынасы қаншалықты жақын емесін анықтау болады. Ал үш қалғаны персоналды, әлеуметтік, көпшіліктің алдағы сөйлеу мәселелері бұл енді арнайы ресми түрде жұмыс жасауға бағытталған дистанцияның рөлін атқарады. Қазіргі кезеңде көптеген адамдар интонацияға да мән береді. Себебі интонацияның өзінде анықталмаған мәліметтерден басқа санасындағы құбылыстарды анықтауға мүмкіндік беретін бір әрекеттер бар. Дауыстың ырғағының өзі интонация арқылы шыққан кезеңде эмоциялық күйдің қаншалықты басым, немесе төмен, жоғары, орташа деген нормадағы жағдайында анықтауға мүмкіндік береді. Просодика – это тон голоса, тембр, сила звучания или паузы. Регулирует поток речи, дополняет или замещает высказывание, выражает эмоциональное состояние. Важным является умение слышать интонационный строй речи, оценивать силу и тон голоса, скорость речи, выражающие чувства и мысли собеседника. Волнение проявляется низким тоном голоса, быстрой, обрывистой речью. Энтузиазм выдает громкий голос, четкая, уверенная речь. Усталость легко определить по низкому тону голоса, ослабление интонации к концу предложения. Признаками высокомерия могут выступать медленная речь, ровная, монотонная интонация, неуверенность ощущают собеседники, допускающие ошибки в словах, частые паузы, нервный кашель. Бұл жерде тағы айтып кететін бір ерекше екеуміздің қазір көпшіліктің алдында дәріс беріп тұрған кезеңдегі дауысымыздың интонациясы қандай екен, оны бізге студенттер айта жатар. Интонацияның бір ерекшелігі адамға қарап отырып, тыңдап отырған көпшілік адамға дауыс ырғағының әрекеті мықты болады. Не тарту әрекеті болады, не жағымсыз тұрғыда итермелеу әрекеті болады. Негізінде бұл өте маңызды. Әсіресе лекция оқып дәріс беріп тұрған мұғалімдерге интонацияның қалыпты болуы, не болмаса оның жоғарғы дәрежеде өзінің дамуы студенттердің көпшіліктің тыңдауына мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Ал енді қарапайым күнделікті өмірде киімнің өзі де қарым-қатынаста қатты әсер етеді. Орыста бар, келген адамды киімімен, ақылмен шығарып сал дейді. Осы мағынаның өзінде бір керемет ой бар. Тағы да айта кететін болса, психологтардың айтқан адамның сөзіне емес, оның қалай айтқанына мән беру деген әрекет те бар. Сонда осы кезеңнің өзінде де адамның киімі келесі адамға қараған кезеңде бір-біріне салыстырмалы тұрғыда әсер ететін деп байқалады. Мысалға біреу шалбармен келген кезеңде, қазіргі кезеңде жастардың, үлкендердің, кішілердің барлығы да шалбар әретіне көшкен. Ол енді қалыпты жағдай, қызметке байланысты деген сияқты киімнің өзінің түсі де әсер етеді. Түстен басқа киімнің стилі де мүмкіндік береді. Мода дейміз ғой. Біреу мода бағытта киілген киім біреуге тартымды болады, біреуге тартымсыз. Ол мәселе модалық киіммен кию міндет емес, өзіне қаншалықты киім жағымды жарасып тұр, соған да байланысты болатын сөзсіз. Қарым-қатынастағы киімнің рөліне көп мән беретін әсіресе басшылар болады. Солай емес пе? При формировании образа человек применяет роль в обществе, внутренние позиции. Ключевой характеристикой является не мода, а направление стиля, цветовая гамма. Экстраверты делают ставку на ярких, сочных тонах. Интроверты выбирают темные тона, невзрачные, полутона, черные, пастельные, бежевые или серые.
Яркие и крупные украшения также могут являться средством проявления эгоцентризма и высокого статуса человека, или индивид сам желает этого. Айтып кететін жағдай амбраверттер де бар. Интроверт пен экстраверттің ортасында тұрған амбраверттің өзінің киімі бірде экстраверттің киіміне көшеді, бір күні қарасаңыз интроверттің киімін байқайсыз. Сонда бұл кейбір жағдайда ол адамдарға қарайды да ойлайды, неге бұл соншалықты бір шеттен екінші шетке тез өзгеріп кетті деп айтады. Әрине ол адамның көңіл күйіне де байланысты, эмоциялық күйімен бірге адамның ішкі құбылысындағы әрекеттерге де байланысты. Сонымен Виды невербального общения – окулесика. И вот как пример, сообщения передаются взглядом, взгляд сокращает психологическую дистанцию или воспринимается как угроза. Кинесика – совокупность телодвижений, жестов и поз для дополнения выразительных средств коммуникации. Тактильное поведение – это типы прикосновений, профессиональные, ритуальные, дружеские или любовные, необходим для ослабления или усиления связей. Сенсорика – запахи, ощущение вкуса, восприятие звуковых и цветовых сочетаний, ощущение тела собеседника и тепла, исходящего от него. Проксемика – использование пространственных отношений, интимное, личная, социальная и публичная зоны. Хронемика – использование времени при невербальной коммуникации, например, в США опоздание считается неуважением, а в Латинской Америке данная ситуация – это обычное дело. И паравербальная коммуникация – используется уровень ритма, интонация и тембр голоса для передачи высказывания. Бұл вербальды емес қарым-қатынастың түрлері жақсылап тануға болатын бағытты айта кетсек, ол NLP, нейролингвистикалық бағдарламалау. Бұл кезеңде көптеген әрекеттерді тек қана вербальды ғана қарым-қатынас емес, сондай-ақ вербальды емес қарым-қатынастардың түрлерін ескере отырып, NLP-да бірнеше техникалар мен жаттығулар бар. Сол арқылы адамдағы мінез-құлық пен эмоциялық күйді және танымдық әрекеттеріндегі қылықтарды анықтап білуге болады. Солай емес пе? Солай. Рахмет, Ләззат Кеңесбаевна, сонымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Рахмет, сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.